Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Бізді қолдап отырсаңыздар, видеоларымызға лайк басып, бөлісіп, өз пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар. Сұрайтын сұрақтарыңыз болып жатса, қойып отырыңыздар. Сонымен біз подростктың шашын аламыз, яғни 16, 15, 13 жастағы жігіттердің шашын причесный қылып алуды көрсетеміз. Мына жерде мен Мозер машинкасының ең төменгі насадкасы 4-ші насадкамен алып шықтым. Бірлік насадкамен де алуға болады, 0,5-пен де алуға болады, 0-мен де алуға болады, бірақ 0,05 ол как военный стрижка сияқты шығады. Сонымен 4-тік насадкамен жан-жақтарын алып шықтық. Сосын окантовка істеп шығамыз. Жан-жақтарын барлығын теп-тегіс етіп, окантовкасын сызып шығамыз. Арқасын теп-тегіс етіп тегістеп аламыз. Құлақтың екі алдын төртбұрышты етіп шығарамыз окантовкасын. Сосын барып, шаштың жоғарғы бөлігін алуды көрсетеміз. Су сеуіп, жақсылап шашын сулаймыз. Сосын барып, қайшымен қиып отырамыз. Шаштың ең алдыңғы бөлігін, яғни кекілінен бастап, өзіңізге қарай шашты тартып отырып, қырқып шығасыздар. Кекілдің ұзындығын, шаштың ұзындығын клиенттен сұрап, осылай қиып отырасыздар. Сосын екі жандағы шаштарды ортадағы қиылған шаштарға тегістеп, туралап қиып аласыздар. Орай шашты да сол қиылған шаштарға тегістеп қиып отырасыздар. Оң жағын қиясыздар, сол жағын қиясыздар, артқы жағын барлығын бірдей етіп тегістеп қиып отырасыздар. Сосын барып жұқартасыздар, кептіресіздер. Сосын арасындағы орта сызық болып қалған шаштарды переход шығарып жасап қиясыздар. Артқы шаштарды да ұмытып кетпей қиып, тегістеп, бір-бірімен бірдей етіп қиып шығасыздар. Шашты кептіреміз. Жақсылап кептіріп, шаштың барлығын жақсылап тұрғызып, сосын барып переход жасауға кірісеміз. Феннен жел қатты ыстық болып шықпауы керек. Орташа температурада шаштың барлығын жақсылап кептіріп аласыздар. Аралардың барлығын кептіру керек. Егер шаш кеппей қалса, машинкаңыз дұрыс алмайды. Переход жасаған кезде мынау қолыңыздағы ұзын осындай тарақты ең төменгі жағынан бастап жоғарғы жағына қарай қиғаштау ұстап,
шашқа жабыстырып осылай переход шығарасыздар. Ең төменгі жағынан жоғарыға қарай переход шығарып үйренесіздер. Осындай 4 бұрышты тарақты алыңыздар. Қатты қалың дұрыс емес, жұқа тарақты алу керек. Төменгі жағын алып болғаннан кейін орта жағын, сосын барып жоғарғы жағына қарай переходты біртіндеп шығарып алып отырасыздар. Машинкаға насадка қоймай аласыздар. Егер алғашында алуға қорықсаңыздар, насадканың бірінші насадкасын ойып, осылай переход жасауға болады. Шаштар жақсылап кебу керек. Қолыңыздағы тарақтың ұш жағын басқа тегістеп тақап қоясыздар да, ал өзіңізде қол жағын сәл көтеріп, алшақтау ұстауға тырысасыздар. Сосын барып переход шығады. Переход шығарған кезде арасындағы тікірейіп қалған шаштар болмауы керек. Барлығы бір тегіс болып, әдемі болып шығу керек. Артқы жағында дәл солай переход шығарасыздар. Орай шаштарды қатты алып тастамайсыздар. Егер қатты алып тастайтын болсаңыздар, бір аптаның ішінде ол алынған шаштар тікірейіп, қорасында шаш сияқты шығып тұратын болады. Көріп тұрғандарыңыздай, переходты ең төменгі жақтан бастап, жоғары жаққа қарай біртіндеп көтеріп алып отырасыздар. Шаштың оң жағында, сол жағында бірдей етіп шығарасыздар. Переход бірдей болып шығу керек. Және де айнамен әрдайым жұмыс жасауды үйреніңіздер. Айна сіздердің көмекшілеріңіз. Сол себептен де айнамен ылғи жұмыс жасау керек. Переход шығарып болғаннан кейін кекілді қиюды бастаймыз. Кекілді қайшымен қиып шығасыздар, сосын филировка жасайсыздар. Осылай қайшы тарақпен көтеріп тұрып қисаңыздар, кекіл әдемі шығады.
проборды сұрап аласыздар. Пробор қалай оң жаққа қайырама, сол жаққа қайырама, соны сұрап алыңыздар. Сол бағыт бойынша кекілді қиып шығасыздар. Филировка жасайсыздар. Филировканы қатты салып тастамайсыздар, көп салмайсыздар, тек ұштарына ғана саласыздар, қажеттілік болған жағдайда. Шаштар қалың болып тұрған жерлерін жұқартып шығамыз. Болғаннан кейін шашты жақсылап осылай кептіресіздер фенмен орташа температурада. Проборы қай жаққа қарай екенін сұрап аласыздар. Сол пробормен шашты кептіріп отырамыз. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Бізді қолдап отырсаңыздар, видеоларымызбен бөлісіп, айтар кеңестеріңіз я болмасам сұрақтарыңыз болып жатса, сұрап жазып отырыңыздар комментке, қолдау көрсетіп отырсаңыздар. Алғысымыз шексіз. Әлі де талай қызықты видеоларымыз болады, дайындаудамыз. Бірге өсейік, бірге дамиық, бірге көбейік, миллионға бірге жетейік. Сіздер де осылай видео каналдар ашыңыздар. Бір-бірімізді қолдап жүрейік. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Көріскенше. Міне біз видеомыз аяқталды. Сау болыңыздар.